Баршаңызға қайырлы кеш, менің құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге осындай пельмен тоқаш дайындап үйрететін боламын. Өте оңай жолмен бөлістім, және дәмі өте тіл үйрет. Кез келген қонақтың алдына немесе балаларыңызға жасап берсеңіздер, енді керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап алыңыз және міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге осындай газды су қажет. Суға қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз және сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай газды су реакцияға түседі осылай болып. Және судың мөлшерін, басқа да заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде ашып оқып, осылай жасаңыздар. Міне дайын болған сұйықтығымызды енді ұнымызға қосып, қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Яғни қамыр етіп илейміз. Қолға жабыспайтындай болып, әдемі болып иленгенше жақсылап қолымызбен илеп шығамыз. Өте жұмсақ, өте нәзік қамыр болып шығады. Мінекей, біз жақта пельмен тоқаш дейді, сіздер жақта қалай аталады? Ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Және де маған жаңадан қосылған көрермен болсаңыз, подписация батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, міндетті түрде жаңа салынған рецепті бірінші болып көресіздер. Міне қамырымыз дайын, осылай көлеңкамен қойып қойдық. Енді осылай біз картопымызды ашып турап аламыз және үстіне салқын су құйып, газға қойып қоямыз. Ішіне салатын салмасы бұл, яғни және картопқа тұзды осы бастан қосып қоямыз. Бір адамдар дайын болған кезде, пюреміз дайын болғанда араластырып жатады. Ол кезде тұз ерімей қалуы мүмкін, сондықтан бірге қосып жіберген дұрыс. Осылай су өзімен тартылғанша қайната береміз. Өте жұмсақ болып езіледі пюреміз. Мінекей, біздің пюреміз дайын болып қалды, яғни ішіне салатын салмамыз. Енді дәм тұзына қарай бұрыш қосамыз және азғантай сармай қосып жіберсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі енді күшті шықты менде. Осылай барлығын езгішпен араластырып аламыз жақсылап. Түйіршік болып қалмау керек. Түйіршік болып қалса қамырымызды жыртып жіберуі мүмкін. Пюреміз суығанша енді қойып қоямыз. Енді кезек иленген қамырымызда. Қамырымызды әдемі етіп жайып аламыз. Июі өте қанып тұр, менікі өте әдемі болып. Осылай ұнды шашып алып, жақсылап жайып шығамыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Қатты жұқа болса тым қытырлақ болып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа диаметрлі қамыр болу керек. Қатты қалың болып кетсе, шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан мұқият қарап, жақсылап жайып алыңыздар. Міне менің қамырым 2-3 ескеннен ақ үлкен қалып болып келді. Өйткені қатты емес, оңай жайылады және тез жайылады. Және мен сіздерге жаюдың 1-2 тәсілін көрсеттім. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап алыңыздар. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді арасы жабысып қалмас үшін тағы да ұн шашып жібереміз. Себебі кескен кезде қамырларымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қамырдың көлемін өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Мен орташа көлемде жасадым. Бұдан үлкен етіп жасасаңыз, пельменіңіз үлкен болып шығады, немесе бұдан кіші жасасаңыз, пельмен кішкентай болып шығады. Осылай бірін-бірін үстіне жайып алынған қамырды өйстіп кесіп шығамыз көлемдерімен, сосын жеке-жеке тағы да кесіп шығатын боламыз. Міне бірінің үстіне бірін қойдым. Видеода барлығын түсінікті етіп көрсеттім. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Осылай қамырымызды 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Егер дөңгелек пельмен жасаймын десеңіздер, қамырды жаймай, қамырды сол күйінде бөліп шықсаңыздар болады, бірақ дөңгелек пельменнен осы 4 бұрыш пельмен ыңғайлы негізі және тез болады. Түйу тәсілдерінде 2-3 рет қайталап көрсеттім. Егер түйе алмайтын болсаңыз, видеоны жай көріп шықсаңыз болады. Міне осылай бір-біріне жабыстырып, айналдыра түйіп шығамыз. Мүлде қиын емес. Өте керемет болып шығады. Және қызып тұрған майымызға пермешкелерімізді салып алып, жақсылап қуырып аламыз. Май міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Қатты қызбаса, ол өзіне майды сорып алып, дәмсіз болып қалуы мүмкін. Осылай 2 бет қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Және әдемі түске келген кезде пельменімізді сілкіп-сілкіп, майынан сілкіп-сілкіп құрғақ заттың үстіне қоямыз. Яғни газет ба, қағаз ба, салфетка ма төсеп қойсаңыздар болады. Міне пельменіміз дайын, өте керемет шықты және дәмі де өте керемет. Арасы да осылай жұмсақ болды, картопымыздың дәмі де. Міндетті түрде жақындарыңызға жасап беріңіздер. Менен тағы қандай рецепт күтесіз, комментарийға қалдырыңыз және менімен кері байланыс жасап бөлісіңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Ақерке, сіздерге үлкен рахмет.